Біз тағы да цифрлық платформаны қарастырамыз. Google поисковикке Nearpod деп енгізесіздер. Сол жерде Nearpodта түрлі жаңағы сабаққа байланысты тапсырманы орындауға болады. Мына blank sites and activities орысшаға аудармай ақ қойыңыздар, қате болып қалады. Сол blank sites and activities-та қажетті, мысалы, сұраққа жауап, квиз, көп жауапты сұрақ, VR, 3D деген сияқты барлығын таңдай аласыздар. Сосын керекті сұрақты ChatGPT-ға енгізіп, мысалы, Nearpod сайтына осындай тақырыпта сұрақтар жасап бер десеңіз, тура сұрақтарды жасап береді. Тек енгізе саласыздар, мысалы. Сосын балалар ол жаңағыдай телефон арқылы орындайды. Мысалы, қарасаңызда бір жұмыстың ішіне бірнешесін енгізуге болады. Бірнеше слайдты. Өстіп, мысалы, біріншісінде көп жауапты сұрақ қылсақ, екіншісіне, мысалы, ойын ретінде time to climb дейді, ол мінуге, тауға мінейік деген ойын түрінде болады. Телефонмен кірсе өте қызықты болады. Үшінші бетте сурет салуға болады. Төртінші бетте, мысалы, кері байланыс орнатсаңыз болады, немесе сабақты бекітуді орнатсаңыз болады. Сұрақтыға жауап береді, немесе өз жауабын айтады. Одан кейін бейнематериалды таңдап, бейнематериалға сұрақ қоя аласыздар. Мысалы, бір бейнематериалдың бір бөлігіне қойып, сол не көрдің, мысалы, мына жерде не ақпарат айтылды деген сияқты қолдансаңыздар болады. Одан кейін VR арқылы 360 градус әлемдік музейлерді көрсеңіз болады. Немесе 3D арқылы белгілі бір барлық пәнге қатысты кейбір суреттерді қойсаңыз болады. Міне сіздерде дайын жұмыс шығады. Мысалы, біріншісі көп жауапты сұрақ, екіншісі ойын, үшіншісі кәдімгі өзіңіз сұрақ қойып, оған жауап аласыздар. Балалар өздері жазады қолмен, барлығы телефон арқылы істеп берсе де болады өздері. Бейнематериал көріп, сол бейнематериалдағы ақпаратқа сұрақ қойсаңыздар болады, белгілі бөліктерінде тоқтатып. Немесе, мысалы, музейлерді, түрлі заттарды 360 градуста көрулеріңізге болады. Одан кейін осылай дайын